Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін қамырды қалай илеу керек, қамырды қалай жаю керек, бүгінгі видеода үйренетін боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оны жақсылап қасықпен араластыратын боламыз. Дәл осылай араластырамыз. Оның үстіне жылы су құйып, барлығын біріктіріп араластырамыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, барлығын араластырамыз. Енді ұнымызды жайлап осылай ситадан өткізіп, жақсылап салатын боламыз. Ең алдымен мен қолмен емес, қасықпен араластырып алуды жөн көрдім. Себебі бірінші қолмен араластыратын болсақ, ол қолға жұғып, барлығын ластайтын болады. Сол себепті ең алдымен осылай қасықпен араластырып аламыз. Ұнды керегенше сеуіп отырамыз. Енді қолымызбен барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қолымызға жабыспайтындай болу керек қамыр. Жақсылап араластырып, илеп шығамыз. Біздің қамырымыз дәл осындай видеодағыдай болып шығуы тиіс. Қамырды жарты сағатқа, 1 сағатқа бетін жауып, демалтып аламыз. Менде жарты сағат өтті. Жарты сағаттан кейін қамырымыз дәл осындай болып шығады. Оны 3 бөлікке осылай бөлеміз. Керек бөлігін алып, жақсылап тақтайшамызға ұнды сеуіп, қамырымыздың екі жағында ұнға аунатып аламыз. Және де осы қамырымызды қолымызбен дәл осы видеодағыдай басып, екі жағында басып шығамыз. Енді бізге оқтау қажет болады. Оқтаудың көмегімен қамырымызды әдемілеп, дөп-дөңгелек етіп, жақсылап илеп шығамыз. Егер де сіздерде қамырыңыз қолға немесе оқтауға жабысатын болса, онда керекті мөлшерде ұнды қосып, жақсылап осылай оқтаумен илеп алыңыздар. Қамырды оқтаумен айналдырып үйренеміз. Айналдырған кезде осылай дәл видеодағыдай ортасынан екі жағына қарай қолымызды жүгірте айналдырамыз. Бұл жасалынып жатқан қамыр бізде еттің нанын жасаған кезде дәл осындай рецептпен жасайтын боламыз. Және де мантыйдың қамырын жасаған кезде дәл осы видеоны қарасаңыздар болады. Менде дәл осындай дөңгелек, әдемі, үлкен қамыр иленіп шықты. Сіздер де осы видеоны көру арқылы жасасаңыздар болады.